Қазақ даласының ұлы қызы, Лия есімді сүйкімді қызы, Әлия Молдағұлова. Ақтөбе облысындағы ауылдардың бірінде дүниеге келген. Ал бүгінде Әлияға арналып Ақтөбе орталығында ұзындығы 4 метрлік алып ескерткіш бой көтерген. Дегенмен батыр қыздың бойы аса ұзын болмаған еді. Ол заманда қыздардың бәрі арықша келетін, түсінуге болады. Соғыс киімдердің бәрі салбырап тұрады. Дегенмен бәрінен бұрын Әлияға үнемі үлкен, ол кішкентай арықша денелі. Ол киініп шешінгенде ортаға алып, біріміз мойнын, екіншіміз жеңін, тағы біріміз арқасын қысқартамыз. Әсіресе қысқы киіммен қиналасың. Майдан жағдайында оны Лияның денесіне пішіп көр. Ал 44-ші жылдың қаңтары Әлия мен оның көптеген қаруластарының соңғы күні. Қаһарлы аяз еді. Күннің суықтығы минус 43-45 градусқа дейін жетті. Кей жерлерде 49-ға дейін суыды. Анасы өлгенде Әлия 4 жасқа да толмаған еді. Әкесі оны бауырының тәрбиесіне берді. Ағасы Ленинградқа көшіп кетті. Жеткіншекті балалар үйіне бөлді. Сол жақтағы сыныптастары Лия деп атап кетті. Оның шынайы тегі Мағдағұлова. Неге екені белгісіз, өзі Молдағұлова деп жазады. Өте жақсы оқыды. Сыныпта старосты, тіпті Артек балалар лагеріне де жолдамаға қол жеткізді. Қырымда оның есімі бейнеленген мемориалдық тақта да бар. 41-ші жылы жаңа өмір басталды. Әлия Молдағұлованың биология пәнінің мұғалімі. Қоршауда қалып немістер бомбалақтырғанда Әлия барлық баланы былай қолынан жетектеп, тіпті кішкентай нәрселерді де үйдің шатырына көтерілді. Сөйтсек, неміс бомбасы мен жанғыш заттарын өшіруге көмектесті деп еске алады. Артынан Әлия әскери комиссариатқа келіп, мен оларға оқ жаудырғым келеді деді. Алайда оның арызын қабылдамады. Кәмелеттік жасқа толмаған еді. Оның үстіне бойы тым аласа. Дегенмен оның сенімділігі бір беткейлігі жеңді. Оны мергендер мектебіне жіберді. Ол мергендер мектебін тәмамдады. Мергендік ғылымды ол курсант құрбыларының айтуынша тыңғылықты меңгерген. Әр сөзін мұқият тыңдады. Өзгелерден бұрын әрі шапшаң көздеген нысанға дөп тигізе бастады. Майданға ефрейтор шенімен аттанды. Письмо пишу в глубоком окопе. Мына хатты терең бекіністен жазып отырмын. Немістермен бетпе-бет кездесеміз. Басымда каска, белімде граната, қолымда мылтық. Жауды аямаймын. Әрине, бастапқыда қобалжыдым. Таңертеңгісін командирім шақырып алып, 3 қадам алдыға шығуымды бұйырды. Ол былай деді: мерген Лия Молдағұлова 3 күнде 14 немісті өлтірді. Осы ерлік үшін басшылық атынан алғысымды білдірем. Мергендер кинофильмнен үзінді. Бұл сценарий авторының ойдан шығарған дүниесі емес. Хат шындығында да бар. Қазір Қазақстан Республикасының орталық мұрағатында сақталған. Бізге дейін жеткен тағы бір құжаттың бірі. Снаряд тиіп жараланған Лия өзін өзі дәкемен орап, әрі қарай шабуылын жалғастыра берген. 14 января 44 года 44 жылдың қаңтарында Казачих ауылына шабуыл кезінде батальон командирі ауыр жараланды. Дәл осы қиын қыстау сәтте Әлия өзінің соңғы ерлігін жасап үлгерді. Сонымен ол қандай шешімге барды? Командиріне жер бауырлап жеткен бойжеткен оқ кеуде тұсына тигенін байқап, бірден басын жерден көтеріп, отан үшін алға деген ұранмен дивизия сапына рух беріп, өзін оққа қарсы тосады. Функции уже погибшего командира. Әлия Молдағұлова осы ұрыста қаза тапты. Марапатқа сұнғанда бір өзі 100-ге жуық жау өзін жайратты деп айрықша атап өтілді. Оның 35-ін мергендікпен жойса, қалғанын мылтық атып, найза түйреп, граната лақтырып өлтірген. Өлгеннен соң Кеңестер одағының батыр атағы берілді.